Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін 15-ші сабақта біз кестенің көмегімен бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу мен азайтуды өтеміз. Бірінші таңбаға қарайық. Бос ұяшықтың орнына тиісті санды қой дейді. Қараңдар, қандай сан қоюымыз керек? 6-ға 2-ні қосамыз. 8-ге 3-ті қоссақ, ол жерде 11 болады екен, иә? Енді теңдіктің мына жағын қарайық. 6 саны бар. 6-ға қаншаны қоссақ 11 болады? 5 санын қоссақ 11 болады. Яғни 11 тең 11. Екеуі теңесті. Астын қарайық, 15-тен 7-ні аламыз. 8-ге 1-ді қоссақ 9. Яғни теңдіктің мына жағы да 9 болу керек. Ол үшін қандай саннан 9 алсақ 9 болады? 18-ден 9-ды алсақ 9 болады. Яғни 9 тең 9. Үшіншісіне қарайық. Бұл жерде бос ұяшыққа қандай сан қоямыз? Ол үшін сандары бар жақ, теңдіктің мына жағындағы сандары бар жақты қарайық. 18-ден 9 алсақ 9 болады дедік. Яғни теңдіктің оң жағы да 9 болу керек екен. Ол үшін 7-ге қандай санды қосамыз? 4-ті қосайық. 11 болады. 11-ден 2-ні алсақ 9 болады. Одан кейін 14-тен 6-ны алайық. Сонда 8 болады, иә? Енді теңдіктің оң жағы да 8 болу керек. Ол үшін 12-ден 3 санын аламыз. Бос ұяшыққа 3 санын жазамыз. 12-ден 3-ті алсақ 9 болады. 9-дан 1-ді алсақ 8 болады. Яғни 8 тең 8 болды. Енді екінші тапсырмада артық өрнекті тап дейді. Қайсы артық өрнек екен қарайық. 3-ге 5-ті қоссақ 8, 8-ге 4-ті қоссақ 12 болады. Одан кейін алыстын қарайық. 6-ға 4-ті қоссақ 10, 10-ға 2-ні қоссақ 12. Ол да 12. 9-ға 2-ні қоссақ 11, 11-ге 1-ді қоссақ 12. 8-ге 4-ті қоссақ 12, 7-ге 3-ті қоссақ 10, оған 2-ні қоссақ 12. 6-ға 1-ді қоссақ 7, 7-ге 4-ті қоссақ 11. Бұл жердегі артық өрнек, ол 11 саны шыққан өрнек болады, иә? Өйткені барлығы 12-ге тең болып тұр. Тек қана 6-ға 1-ді қос, оған 4-ті қоссақ 11 болып тұр. Осы артық өрнек болады. Үшінші тапсырманы қарайық. Берілген сандарды пайдаланып, қосу амалымен тура теңдік құр. Яғни 12 шығу керек екен. Енді қосындының мәніне бірінші қосылғышты азайт. Не байқадың дейді. Қараңдар. 8-ге 4-ті қоссақ 12 болады, иә? Осындай өрнек шығардық. Енді қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайт дейді. Яғни бірінші қосылғыш ол 8, иә? 12-ден 8-ді алсақ 4 шықты. Сонда біз осы қосуды азайтумен тексеруге болатынын білдік. Яғни 12-ден 8 алсақ 4 екен. Бұл жерде екінші қосылғыш 4 шығып тұр, иә? Енді ә нұсқасын қарайық. Берілген сандарды пайдаланып, азайту амалымен тура теңдік құр дейді. Бұл жерде біз азайту амалын қолдануымыз керек екен. Яғни 15-тен аламыз 6-ны, сонда 9 шығады. Енді айырманың мәніне азайтқышты қос дейді. Айырманың мәні 9, азайтқыш 6. 9-ға 6-ны қоссақ 15 екен. Бұл жерде де біз қосу арқылы азайтуды тексеріп тұрмыз. Яғни осылай тексеруге болады екен. Яғни қосуды азайтумен тексеруге болады, естеріңде сақтаңдар. Және азайтуды азайтумен де, қосумен де тексеруге болатынын білдік. Төртінші тапсырмаға қарайық. Өрнектердің мәнін тап деді. Есептейік. 16-дан 8-ді алсақ 8 болады. Ал 7-ге 8-ді қоссақ 15. 8-ге 3-ті қоссақ 11. 12-ден 7-ні алсақ 5 болады. Бұл жерде бізге айтады, өрнектердің ең үлкен екі мәнінің қосындысын және айырмасын жаз. Олардың мәнін тап деді. Бұл жерде өрнектердің ең үлкені 15 болды, ал ең кішісі керек емес, екі үлкен екен, иә? Яғни 15 және 11 болды, иә? Енді осылардың қосындысын және айырмасын жаз деді. 15-ге 11-ді қоссақ 26 болады. Ал 15-тен 11-ді алсақ 14 болады. Осылай жазып аламыз. 5-ші есеп. Немерелері әжесіне 12 орам жіпті дайындауға көмектесті. Әжесі кеудеше тоқу үшін 8 орам жіпті пайдаланды. Неше орам жіп қалды? Берілгенін жазайық. Болғаны 12 орам жіп. Пайдаланылғаны 8 орам жіп. Қалғаны қанша орам жіп дейді. Оны табу үшін барлығы болған 12 жіптен пайдаланылған 8 жіпті аламыз. Сонда 4 қалады. Жауабы 4 орам жіп қалды.
Алтыншы тапсырмаға қарайық. Бірінші бағандағы теңдіктерді пайдаланып, қалған бағандағы өрнектердің мәнін тап дейді. Яғни бірінші бағандағы ол 9 қосылған 4, сонда 13 болады, е? Енді қалған бағандағы өрнектердің мәнін қалай табамыз? Міне, 4-ке 9-ды қоссақ 13 болды, е? Яғни енді оны тексеру үшін 13-тен 4-ті аламыз, сонда 9 болады. Ал 13-тен 9-ды алсақ, ол 4 шығады. Түсіндіңдер ғой? Сонда бір өрнектен басқа өрнектерді тексеріп, тағы да 2 өрнек таптық. Енді астындағысын қарайық. 6-ға 5-ті қоссақ 11 болады. Енді келесіге қарайық. 5-ке 6-ны қоссақ та 11 болады, е? Ал тексеру үшін 11-ден 6-ны алсақ 5 болады, немесе 11-ден 5-ті алсақ 6 болады. Одан кейін 7-ші есептің А нұсқасын қарайық. Өрнектердің мәнін кему ретімен орналастырып, мақалды оқы. Осы мақалдың мағынасын қалай түсінесің дейді. Қарыңдар, 16-дан 8-ді аламыз, 8 шығады. Шуақтан 12, я, 12-ден 8-ді аламыз, сонда 4 шығады. 18-ден 9 алсақ 9 шығады. Ал 6-ға 6-ны қоссақ 12 болады. Бізге кему ретімен орналастыр дейді. Сонда отан, қуат, отбасы, шуақ деген мақал шығады екен. Яғни, оның мағынасын қалай түсінесіңдер? Отан да, отбасы да ол егіз ұғым, е? Яғни, отан деген біздің үлкен отбасымыз, е? Барлығымыздың отанымыз бір. Ал отбасы деген ол өзіміздің кіші отанымыз. Өзіміздің отбасымыз ол кіші отан болады. Ә нұсқасында ребусты шеш дейді. 2 алманың қосындысы 40-қа тең болады екен. Яғни, қандай санды бір-біріне қоссақ 40 шығады, 20-ға 20-ны қоссақ 40 болады. Яғни, бір алма 20-ға тең. Екіншісін қарайық, апельсинге алманы қоссақ 90 болады. Яғни, алма бізде 20 білеміз. Енді 90 саны бар. Енді 90-нан 20-ны алсақ қанша болады? 70. Яғни, апельсиніміз 70-ке тең екен. 70 қосу 20 тең 90 болды. Енді қараңдар, апельсиннен алманы алғанда қандай сан шығады дейді. Апельсиннің орнына 70-ті қоямыз, одан 20-ны аламыз, сонда шығатын сан 50 екен. Балалар, осымен 15-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.